Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге осындай өте керемет дәмді сметаник десертін дайындап көрсететін боламын. Ортасындағы начинкасы толығымен қатып, ал жанындағы песочный тестасы өте керемет, ауызда еритін болып шығады. Міндетті түрде менімен жасап көріңіз. Алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп салып аламыз. Үстінен разрыхительді 1 чайный ложка салып, және де үстіне шекерді салып, үшеуін біркелкі етіп араласқанша араластырып аламыз. Шекерді барынша майда шекер алғаныңыз дұрыс, қыздар. Араластырып алғаннан кейін үстіне кәдімгі тоңазытқыштан шыққан осындай сары майды алып, немесе сары май немесе маргаринді алып, үккіштің ең үлкенінен өткізіп алатын боламыз. Кейінмен қолмен кішкене араластырып жіберіп, ұн мен маргариннен немесе сары майдан крошка жайындап аламыз. Кейіннен үстіне 1 жұмыртқа саламыз да, қатты қамыр қылып илеудің қажеті жоқ. Басы біріккеннен кейін бірден осындай қамыр болғаннан, осылай дайын болған қамырды бетін жауып салафанға салып холодильникке 30 минутқа қоямыз. Бұл ең универсальный тесто деп айтылған. Бұдан творожный пирог, карамельный пирог, кез келген начинкамен пирог дайындай аласыз. Ал енді начинкамызды дайындаймыз біз. Бұл жерде блендерге ыңғайлы ыдысқа қаймақты салып алдым. Үстінен шекерді және де 2 жұмыртқаны саламыз. Қалған заттардың мөлшерін мен описанияға міндетті түрде қалдыратын боламын. Сол жерді көріп шығыңыз. Үстінен кішкене ванилин салдым. Сіздер ванилин сахар қолдансаңыздар да болады. Блендермен біркелкі етіп араластырып аламыз. Біздің начинкамыз дайын. Жаңағы тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, осындай 26 сантиметрлік табаға жасап алдым мен. Сіздер 24-ке немесе 28-ге жасасаңыздар да болады. Барлық жерін біркелкі етіп жайып алып, кішкене қатты көтеріліп кетпес үшін шанышқымен тесіп аласыздар да үстінен начинканы құямыз. Начинканы да барлық жеріне біркелкі етіп құйып, 180 градуста қызып тұрған печкада 25-30 немесе печкаңызға қарай 40 минутқа дейін пісірсеңіздер болады. Бірінші пісіп шыққан кезде табадан түсіруге болмайды, өйткені әлі начинкасы қатпаған. Кішкене 3-4 сағат холодильникте немесе салқын жерде тұру керек. Мына жерде кескенді көрсеттім. Менікі түнімен тұрды, таңертең кестім. Өте керемет, ортасындағы начинкасы қатқан, ал жанындағы қамыры өте ауызда еритін дәмді болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Және де менің арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыз, себебі алда неше түрлі қызықты рецептерді шығарып отыратын боламын. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет.